Әжесінің тойы бұл, немереңіздің тойы құтты болсын. Айналайын, екі балапан үлкен өмірге қол ұстасып, міне қадам жасап жатсыңдар. Қадамдарыңды Алла құтты қылсын дейміз. Мынау қазіргі қоғамда үйде ер азаматтың емес, әйелдің бұйрығы көбірек жүріп тұрып тұрғаны бәршамызға аян. Ол әрине әйелге жайлы болғанмен, біздің ұлтымызға онша жайсыз болып тұрған жағдай. Еркектерді мініп алып езе бергеннен кейін, елім дей алмай, жерім дей алмай, қазақ 30 жыл өмірінде тоналып, барынан айырылып, қазір дабдырап отырған жағдай ол ақиқат. Сондықтан да айналайын, білді, өзіңнің азаматыңды өзіңнен қашанда бір бас жоғары қойып, азаматым деп қадірлесең, соны көріп өскен ол еркектің, азаматтың қандай болатынын біледі. Үйінде әйелінің әмірі жүрген үйдің ұлы ел билейтін азамат болмайды. Еркектің жөні әйелге құл болып екен деп өседі. Сондықтан да сендердің шаңырақтарыңда шешімді әкелерін қабылдайтынын білем. Мен 30 жыл асаба болып ел ішінде жүрдім. Мен асаба болып бастаған жылдары маған үлкен ақсақалдар телефон шалып, асаба екенсің ғой балам, менің немере інімнің баласы үйленейін деп жатыр, біздің әулетте той дейтінді. Бүгін қазір немере інісі түгілі туған ағасы, туған інісінің тойына араласпайтын ағайындыққа айналдық. Ол ақиқат, көзіміз көріп жүр. Қазір маған телефон шалатын көбіне әйелдер. Асаба болып, тойымды басқарып берші деп. Сұрайсың ғой, күйеуің бар ма десем, бар дейді. Байы бар, атасы бар, әкесі бар. Бірақ әйел дейді. Осы ұлт өзінің қазақ әулетінің барын көрсететін, әулетінің бірлігін көрсететін, әулетінің тірлігін көрсететін шешімді уақытта тойдың тізгінін ұстауға асабаны әйел іздеп жүргені қазіргі ол бізге қасірет деп ойлаймын. Сондықтан да ертеңгі күні қазақ ұлтына жандарыңыз ашса, айналайын әйел заты, айналайын қыздар, азаматты сыйлаңыздар. Сол азаматтар өзін бір бас жоғары қойғаннан кейін, сен менің асыраусым деп оларға нық сеніп айтқаннан кейін, олар ертең елін де қорғайды, жерін де қорғағаннан кейін көркейді. Сондықтан да өзінің әйеліне құл болған, өзгеге құл болғанын сезбей, шыны керек қазағымыздың, еліміздің азып бара жатқан ақиқат. Мен қазір соны айтып жүрмін. Айналайын, ертеңгі күн өзіңнен туған ол азамат болсын десең, бір бас жоғары қойда осыны күн дұрыс дей бер, сонда ешқашан қателеспейсің. Бақытты бол.